Сәлем достар, сіздермен бірге Айжан. Сіздерді өзімнің арнамда көргеніме қуаныштымын. Мен осы көп ойланып, негізі видео түсіруге уақытты қалай табам деп көп ойланғанша, мен негізі үйде жасайтын жұмыстарым көп. Сондықтан үйде жасайтын уборка дейміз ғой, кейбір заттарды жасағанда сіздермен бірге әңгімелесіп соларды жасайын. Бүгін мен қазір сабақтан келдім. Осы универден жаңа келген болатынмын. Сондықтан мен қазір кухняда біраз заттарды реттеп жіберем. Сіздермен бірге реттеймін. Сіздермен бізде бір диалог болады деп ойлаймын. Диалог ретінде сіздермен мен бір күн әңгімелесеміз. Қазір мен жуған заттарды реттей берейін, бірақ онымен қоса сіздермен де сөйлесем. Сонымен бүгін мен сіздермен не туралы сөйлесем дегенде, Инстаграм жайлы айтқым келеді. Қазіргі күнде Инстаграм желісімен көбісі айналысады, оны бизнес ретінде, өзінің танымал адамдар ретінде бір продукцияларын жарнамалау үшін қолданады. Негізі Инстаграмның берері де көп, бірақ оның жаман жақтары да бар. Оның жаман десем де, әр заттың, яғни плюсы және минусы болады. Бүгін Инстаграмда, мысалғы, өзім Инстаграмда қалай Инстаграм қолданғанда, шын айтсам, басында Инстаграмның бір инстачика дейді ғой, соларды көрген сайын бір жүрегім ауырып кетеді. Неге? Себебі бұларды көріп, өзің жайлы, өзіңнің өміріңді елестетіп, бұлар әрқашан бір керемет ракурста өзінің өмірлерін көрсетеді. Әрине, ешкім өзінде барлығы жаман болып жатқан кім айтқысы келеді да, былай ойлап қарасаң. Бірақ әрине олардың күнде басқа елдерге барып жүргендерін, олардың блокировка болып қалды менде. Басқа елдерге қыдырып жүргендерін қарағанда, өзің сабақта отырып, бір ішің пысады, өзің соларға қызығасың. Неге жаман комментариялар жаза бастайды? Себебі оның көбісі әрине көреалмаушылықтан. Бұл рас, оны мойындайық. Сондықтан Инстаграмнан қарағанда барлық адамдардың өмірі керемет деп ойлау қажеті жоқ. Барлығы айтады, мысалға, көптеген видеоблогерларды қарасам да, сен көптеген олардың көрермендері айтады, міне сенің өмірің керемет, сенде керемет күйеуің бар. Бір кісіге, маған емес әрине. Керемет күйеуің бар, балаларың сондай жақсы, мен саған қызығам деген секілді. Көп адамдардың айтатыны, оларда ешқандай проблема жоқ ретінде ойлайды да. Сонысы жаман. Себебі адамдар ойлауы бойынша, міне ода ақшасы да бар, үйі де бар, күйеуі сондай керемет, оған барлығын гүлдер, әрқашан одан гүлдер береді, сыйлықтар береді. Кім білсін да, мүмкін ол адамның өзінде бұл, хотелось бы сказать, то, что он показывает то, что он хочет, да, чтобы его видели, например. По картинкам ничего не надо оценивать, даже ол туралы бүйтіп айтуға болмайды да, 100% оның өмірі керемет деген секілді. Мысалға, әрбір адам суретке түскенде кім жаман болып түскісі келеді, сондықтан көптеген фильтрлар қолданады. Өз басымда мен шынымен солай ойладым. Суреттерге қарасаңыздар, барлығы күшті, олардың өмірлері керемет, барлығын білетін адамдар ретінде, бір бай, күшті ретінде көрсетеді. Сондықтан бір өзіңде оларға жаман оймен қараудың қажеті жоқ. Оған осындайға менде де жеткім келеді, менің онан нем кем ретінде, яғни өзіңде де тырысуың керек. Менің компьютерім что-то блокировка бола береді, мен өзімді кейде көрмей қалам. Сонымен айтайын дегенім, Инстаграмда қарап тұрғаныңызда, не воспринимайте все, что это так, действительно жизни. Может, у этого человека там проблемы в семье, но он просто сфотографировался и там просто сказал, вот, любит меня мой муж, а кто знает, может, он так не сказал, да? Кім білет оның барлығын 100% солай деп ойлаудың керегі жоқ. Себебі қазір көріп тұрсам, көптеген қыздар немесе ер балалар жасөспірім кезінде, кішкентай подростық кезінде қарайды да, мен қандай фигура күшті,
я тоже так, менде де сондай болғым келеді деп, неге менде ондай емес? Жоқ, олай ойламайды, мен басқаша айтып кеттім, кешіріңіздер. Олардың ойлау бойынша міне оның фигурасы күшті, менікі айнаға қарайды да, ондай керемет, яғни нелері накачанная фигура, ондай айнадан әрине көрмейді. Айнадан көрмегесін өзіне деген сенімділігі, самоуверенность отпускается ниже плинтуса, и сол кісі одан кейін өз-өзіне сенімсіз, өз-өзін жаман сезінеді, жаман көңіл күйде болады, оның соңында өзіне бұл адамның оны қалай түсінетіне, как он воспринимает эту информацию. Ренжімеңіздер, достар, мен әрине өзімнің бір барьерімді қазір керісінше қалпына келтіріп жатырмын, себебі мен өзім қазақша күнде сөйлемеймін. Универде, егер білсеңіз, мен универде орысша оқимын. Это не оправдание, я знаю, но менің қазақша енді дұрыстап сөйлеуді я никогда даже не могла подумать, что я чуть-чуть хотя бы забуду казахский. Себебі мен осы видеоны салам, бірақ өз-өзіме қарайыншы, біраз 2-3 видеодан кейін, тек қана қазақша сөйлеп, біраз видеодан кейін өзім қазақшам кішкене болсын жақсарды деп ойлағым келеді. Мен өзім бұрында қазақ тілін тереңдететін класста, қазақша олимпиадаларға қатысқан адамын. Сондықтан қазір осылай сөйлеп тұрғаным, бұл біліп тұрмын жаман екен. Бірақ енді я буду работать над этим. Сонымен сіздерге бүгін айтқым келетіні, Инстаграмды көріп, өзіңіздің көңіліңізді түсірмеңіз. Және де Инстаграм ол уақытты қатты құртады негізінен. Сондықтан мен әрқашан экзамен бірдеңке болса, мен Инстаграмды удалять етіп тастаймын. Удалять деген сөз Инстаграмды с телефонымнан алып тастаймын. Шынымен экзаменге дайындалғаным продуктивті өтеді. Себебі мен көп затқа алаңдамаймын, ешкім маған Инстаграмда жазбайды. Сондықтан уақытымды кәдімгі бір сабаққа ғана ештеңеге алаңдамаймын да. Сонысы мен жақсы. Сондықтан Инстаграмның біразы негізі қазіргі күнде шын айтсам Инстаграм өліп баратыр десем болады, бірақ қызғайтын да. Но фоным керемет түк жасаған жоқпын. Мен сіздермен бірге барлығын реттеймін деп ойлағам негізінен. Бірақ әңгімен барлығы айтып қойдым, 7-8 минутқа қалды. Сондықтан бүгін айтайын дегенім, Инстаграмда қарап, өз өмірлеріңізді ешкіммен салыстырмаңыздар. Сіздің өміріңіз ол сіздің өміріңіз. Сіз өзіңізді бұрынғы мысалға, мен өзімді бұрынғы Айжанмен салыстырамын, кішкентай кезіндегі немесе бір ай ретінде қандай затқа өзгердіңіз, соны да салыстырыңыз. Бірақ ешқашан ешкіммен өзіңізді салыстырмаңыз. Себебі ол адам басқа, ол адамның түсінігі, ол адамның менталитеті, немесе елі, ұлты басқа да. Әр адам, каждый человек уникален по-своему. Хотя недавно пересмотрела мультик «Суперсемейка», и там говорят, маленькому мальчику мама говорит: дорогой мой, все по-своему уникальны. Он такой: получается, если все уникальны, то никто не уникален. Я не знаю, почему я это сказала, но окей. Я хотела сказать, айтқым келгені, ешкіммен салыстырмаңыз. Инстаграм бұл адамның өз-өзін қалай көрсеткісі келеді, соны ғана көрсетеді. Сосын көп уақыт отырмаңыздар, уақытыңызды үнемді пайдалана біліңіз. Бұл менің сіздерге айтып жатқан жоқпын, бір жағынан, сіздерге де, және де өзіме айтып жатқаным еді. Қазір мына видеоны мен өз-өзіме челлендж қойдым, яғни видеоларды көп және де қазақ тілінде, онымен қоса яғни обрезка көптеген заттарымды мен мысалы видео түсіргенде осылай сөйлеймін. Сондықтан дұрыс сөйлемеген моменттерімнің барлығын мен кесіп дұрыстап екі жақсы сөйлеген заттарымды осылай қосатын едім. Қазір болса мен ойлап тұрмын,
бір видеодан дұрыстап түсіріп үйрене білуім керекпін. Оған үйрену керек, шын айтсам. Сондықтан мен мына видеоны қалай салдым, солай салам. Бұл менің жай ғана, это не значит, что я наплевательски отношусь. Нет, это я просто хочу для себя, с одной стороны, өзім үшін, өзімнің қазақ тілімді, тіл байлығымды біраз енді көтеру үшін, онымен қоса, мен негізі кәдімгі өмірде осы сөйлеймін, бірсе қазақша, бірсе орысша, онда шала қазақ деймін. Неге ешқашан ойлап түсіме де келмесе, мен осылай сөйлейтінім негізі. Бұл әрине былай қазір маған комментарий жазатын шығар. О, я қазақша сөйлемейсің ба? Окей, я буду расти, я буду прогрессировать, я буду стараться над этим работать. Сондықтан, достар, егер де маған осы видеоны ұнаса, осындай бір толк влогтар жасап, мен осылай үйді жинап, немесе бір шаруалармен айналысқанда сіздермен де бірге сөйлескім келеді. Себебі бұл негізі қазір мен күшті болып қалдым, өзім ойымдағыны айтқасын, бір жағынан жуған киімдерді де реттеп тастадым. Сондықтан, егер де сіздерге ұнаса, төменде комментарияға біраз сұрақтарыңыз қойыңыз, сіздермен қандай тақырыпта сөйлесуге болатынын. Сондықтан сіздерді келесі видеомда көріскенше мен сіздерді жақсы көремін. Сау болыңыздар. Аптаңыз күшті өтсін. Ой, менде. Окей.